Қазір бір ана звондайды маған. Балам игроман кеше түнде 1,5 миллион тықсапты дейді. Кешегісін айтып жатыр. Мені Инстаграмда тұр. Мен айтам, алып келіңіз десем, қанша бағаларыңыз? Бағасын айтсам, ой бұл дейді. Мен айтам, 1,5 миллион это нормально, потому что до этого қанша миллиондар жаптыңыз. Это для вас привычка. Это нормально, жабу керек баласын, көмектесу керек. А когда емдеуге келген кезде қиын болып қалды. Онда сіз қайтадан сол 1,5 миллион жабыңыз, ол уже қайтадан тығады. Сол кезде сіз түсінерсіз десем, бұрын баламды қанаттыға қақтырмадым деп жылап бастады. Мен айтам, это ваша ошибка. Я тут ни при чем. Сіздің қатеңіз балаңызды ешкімнен кем қылмайын, артық болып өссін деп, өзім көрмегенді көрсін деп, мен көргенді көрмесін, менен бақытты өмір сүрсін деп жүріп, өзіңді де, оны да бақытсыз етіп алдым. Орысша подсознание ғой, бессознательно. Бар ма білетіндер? Біреу. Кто знает подсознание? Мен сіздерге түсіндірейін, сол үшін жүрмін ғой мен. Сознание деген это разум. Ол сіздің миыңыз. Солай емес па? Сознательно, разумно, вы все грамотные. Нет отрицания, нет претензий. Бәріңіз ақылдысыздар. Саналы түрде. А бессознательно, без, нету его. Сознание жоқ деген ол душа. А душамыз не? Әлі ребенок до сих пор конфет хочет, мороженое хочет, бухать хочет, кайфовать хочет. Вот это сознание, когда не может без сознания, вот этот дискомфорт здесь начинается, когда не может вот это сознание управлять, эй, қой дей алмаса, значит ты раб своего подсознания. Он исламда нәпсінің құлы болғандар дейді. Мұсылманның тілінде нәпсінің құлы болғандар. Психологияда бейсананы басқара алмайтындар санамен. Болмаса, как вы думаете, я не хочу бухать, я не хочу кайфовать. Мен не, терминатормын ба? Мен наркотик көргім келмейді дейсіз ба? Наркоманның сезген ощущениесін көргісі келмейді дейсіз ба? Келет душам. Но сознание-то контролирует. Я же знаю, страх есть у меня. Из-за этого өмірімде наша деген некен шегіп көрген емеспін. Өмірімде. Сонда адамдар сенбейді, не может быть деп. Все может быть. Все может быть. Не обязательно адам тәубесіне келу үшін соның зардабын шегу. Оның азабын көру міндет емес. Мен сондайларды көргеннен кейін ақ маған, яғни ошибка жасаған адамдардың қателігімен күресу арқылы тәубеге келуге болады. Не обязательно қан құсып, чтобы арақтан өзін тыю үшін. Бар ма қан құсқандар? Қан құсқандар бар ғой арамызда. Арақ көп ішкен кезде синдром Мейлера-Вейса деген бар. Ол ғылымда дәлелденген. Ол іше бергеннен кейін рефлюкс басталады. Құсу. Қайта спазмнан асқазан жыртылып кетеді. Жара болса, мысалы үшін язва басталса. Жыртылып кетеді де, уже сен ауыздан қан бірден шықпайды ол. Она начинается накапливаться здесь. Сен потом ішіп аласында тағы обезболить етіп ұйықтайсың, потом геморрагический шок. Тебе нет уже. Егер нету, үлгер алмаса. Үлгерсе, әйтеуір аман алып қалады. Реанимациясы бар, анау бар. Мен өзім сонда 3 адамды ма, 2 адамды алып қалғанмын. Қан құсып, қонақ үйде жатқанда. До того адам деген сондай жан-жануардан айырмашылығы болмай қалады. Тек қана ішімдікпен өмір сүріп жатыр. Тамақ та ішпейді, ештеңе жемейді. Сонда сана жұмыс жасап тұрған жоқта, мынаның зардабы жаман болады деп айта алмай тұр ғой мына жаққа. Сондықтан мынаның айтқанымен ғана, мынау нені қалайды? Ауырғанды қаламайды мынау. Сол үшін ғой тісің ауырса жүгіріп кетесің таблетка іздап. Басың ауырса цитрамон бер деп. Потому что мынау душа не хочет страдать, не хочет пахать, она хочет просто отдыхать и кайфовать. Сәл шаршап тұрса, не дейді? Не аламын, не сұрайсыңдар? Действие сұрайсыңдар ғой, неме үндемей тұрсыңдар? Можно действие, бір ұйықтап алайын деп. Неге десе, сознание начинает придумать, как оправдываться. Ох, у меня нога болит, у меня варикоз, немесе жопа болит у меня. Потому что көп отырып қойдым, немесе асқазаным ауырып тұр. Это придуманные, чтобы отдыхать. Потому что наше сознание до такой степени умное, любой бессознательное желание ақтап алады. Өткенде айтқан әңгіме, мынау сенің адвокатың жасап жатқан қылмыскеріңнің кез келген қылмысын ақтап алады. Бірақ есіңде болсын деймін. Мына қылмыскер кезі келгенде өз адвокатын өлтіруі мүмкін. Тогда уже поздно будет. Так что қылмыскерді тыңдай бермеңдер. Адвокатқа ақылды не үшін берген? Ноосфера, яғни саналы қабаттың негізгі егерлер адамдар не үшін берген? Саналы бола тұра, санасыздың іс-әрекетін жасасын деп емес.
саналы өмір сүрсін деп. Сені бағалаған, сені дүниеге алып келген ата анаңның қадірін білсін деп. Ал олар саған берген сайын, сен маған не бердің деп кеудесін керетін балдарға не айтасың? Сен маған ешқандай көмектескен жоқсың, сен маған ана болып, менің балалығымды ұрладың дейтіндер бар ғой. Сондайлардың балалығында қамшылап ұру керек еді. Сол кезде айтпайтын еді. Балалығым